Сәлем достар, біз бүгін осындай өте дәмді болып шығатын картошка по-деревенски жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге қажетті картопты жақсылап тазалап осылай жуып аламыз, және де оны ұзынша текше етіп турап аламыз. Мінекей видеода көрсетілгендей, дәл осылай ұзынша етіп барлығын кесіп дайындап алатын боламыз. Енді біз соусын дайындауға кірісеміз. Ол үшін сұйық майдың үстіне қызыл тәтті паприканы, және аздап қара бұрыш, орегanoны, және де кинза қостым, және де куркума, тұз, және де чеснок қосып, жақсылап тұрып барлығын араластыратын боламыз. Енді біз жаңағы соусымызды картоптың үстіне құйып, қолымызбен жақсылап тұрып, барлығын араластырамыз. Осы уақыт аралығында пешімізді 180 градуста қыздырып қоятын боламыз. Мінекей дайын болды. Енді противенге осындай пергамент қағазын төсеп, картопты осылай ұзынша етіп барлығын рет-ретімен қойып шығамыз. Және де 170 градуста қызып тұрған пешімізде 45-50 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей картопымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады, әрі сырты күтірлік болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз.